Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге витаминдердің пайдасы туралы айтатын боламын. Күз мезгілінде дәрігерлер көбірек витамин ішуге кеңес береді. Себебі күн табиғи өнімдер және балғын жеміс-жидек қоры аз. Ал жаз көптеген қоректік дәрумені бар жемістер, көкөністер мен жидектердің табиғи дәрумен алатын маусым. Біздің ағзамыз текті дәруменнің өзін көп мөлшерде алады. Осы орайда жаз мезгілінде қосымша дәрумен қабылдау қажет пе? Д дәрумені адамдар Д дәруменін күн сәулесінің ағзаға әсер етуінен алады. Осыған байланысты көпшілік жаз мезгілінде Д дәруменін қосымша пайдаланып керегі жоқ деп пікірде. Десек те бұл қате пікір. Бұл дәруменде физиологиялық мөлшерде синтездеу үшін адам аптасына кемінде 2 рет шамамен 10-нан 5-ке дейін күн астында болу керек. Дегенмен барлығын жұмыс кестесі бұған сәйкес келмейді. Тағы бір ескертетін, теріңіз күнге күйген кезде Д дәруменін синтездеу процесі төмендейді. Сіз Д дәруменін қолжетімді өнімдер санатынан таба аласыз. Лосось, балық майы, майшабақ, қаймақ, жұмыртқаның сарысы, ірімшік, сиыр еті. 100 грамм үшін ең көп бірлік лосось пен балық майының шамасымен. Д дәруменін дұрыс деңгейде ағзада ұстау тек суық мезгілде ғана емес, үнемі қажет. Ересектер үшін профилактикалық доза тәулігіне 1000-2000 бірлік, ал балалар үшін 600 бірлік. Жетіспеушілік кезінде ағзадағы фосфор мен кальций алмасуы бұзылуы мүмкін. Сонымен қатар Д дәрумені иммундық жүрек, тамыр, бұлшықет жүйесіне әсер етеді. Одан бөлек тірек қимыл жүйесі үшін маңызды. С дәрумені адам ағзасында С дәрумені көп мөлшерде жинауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан күнделікті рационға қымыздық, шпинат, итмұрын, киви, қоңыр бұрыш, қызанақ, баклажан, гуава, алма, апельсин сияқты шабдалы С дәруменің бай тағамдарды қосу керек. С витаминінің тепе-теңдігін сақтау үшін бірнеше қарапайым ережені есте ұстау қажет. Біріншіден, теңдестірілген тамақтану. Екіншіден, жемістер мен көкөністерді жеу. Сонымен қатар термо өңдеуден кейін С дәрумені ыдырайтынын есте ұстаған жөн. Е дәрумені. Бұл витаминнің негізгі пайдасы дене жасушаларын қартаюдан қорғау, қабыну процестерін азайту, бас терісінің қан айналымын жақсартуға. Бұл өз кезегінде шаштың түсуіне жол бермейді және сынғыш әлсіреген шашты нығайтады. Жазда Е дәрумені бізге өте қажет. Өйткені тері мен шаш ультракүлгін сәулелердің әсерінен ұшырайды. Жағажайдағы демалыс біз үшін күн сәулесінің күйі, теңізде немесе бассейнде шомылумен байланысты. Тері үшін бұл стресс. Е дәруменіне бай тағамдарды диетаға енгізу әрине профилактикалық әсер етеді, бірақ Е дәрумені негізінде косметиканы да қолданған жөн. А дәрумені немесе ретинол безеуді, қабынуды емдеуге тиімді, терінің жұмсақтығына жауап береді, әжімнің ерте пайда болуынан қорғайды. Неліктен бұл дәрумен жазда қажет? А дәрумені коллаген өндірісін ынталандыру процесіне, эпидермис жасушаларын өндіруге және жаңартуға қатысады. Теріні ылғалдандырады. Жазда бұл күннен қорғайтын кремдердің жиі қолдану терінің қорғауы мен қабыршақтануының пайда болуына байланысты маңызды. А дәрумені бай тағамдар сәбіз, асқабақ, лосось. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге көптеген ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.